Көшкінбай қайдағы бір ойға келмейтін жаман түс көріп шошып оянды. Шып-шып терлеп кетіпті. Ұялы телефонын алып қараса, 10 минуты кем 6 екен. Қайтадан ұйықтаудың енді реті де жоқ. Сағат 9-да кадр бөлімінен жол сапар куәлігін кассадан тиісті қаражат алып, әуежайдан Ташкентке ұшуы керек. Жаңа ғана көрген түстей кино кадрлардай көз алдынан сырғып өтті. Бұл жұмыстан шығып үйіне қарай келе жатыр екен дейді. Алдынан көзі тұздай қара мысық шыға келіп, әп сәтте қабаған итке айналып, жоқ, алпамыстай қара негірге айналып, мұның жағасына жармасыпты. Енді болмаса тұншықтырып тастайтындай екен. Ышқына арпалысып, қарулы негірдің уысынан шыға алмай жанталасты. Осы арада жаны қысылған ол оянып ақ кеткені. Бір сәт мына жағымсыз түс неге көрінді екен деп ойлады да, қойшы соны, түс түлкінің боғы дегенді еске алып, бәрін ысырып тастамақ болды. Әйелі Аймысын қасында пысылдап ұйықтап жатыр. Оның түнде қай уақытта төсекке жатқаны белгісіз. Бұл сағат 11-де жатып қалды. Ал ол екінші бөлмеде әлі отырған қағаз шимайлап. Соңғы кезде әйелі түнде кеш жатып, ұзын сәскеге дейін ұйықтауды әдетке айналдырған. Істейтін жұмысы, бағатын баласы жоқ. Үйленгенге дейін Аймысын Көшкінбай жаңадан жұмысқа кірген облыстық су шаруашылығы басқармасының бастығы Әділ Төлебековичтің хатшы машинка басушысы еді. Артынша арыз беріп шығып кетті де, біресе мына газетте әріп теруші корректор тілші болып жүріп, ақыры мүлдем жұмыс істеуді қойды. Көшкінбай сапарға жиі шығады. Құдай жарлыға бүйіне ертерек келсе, әйелімен шүңгілдесіп кешкі тамақты бірге ішеді. Бірақ соңғы кезде осының бәрін ой елегінен өткізіп біраз жатты да орнынан тұрып асықпай киініп жатын бөлмесіне шықты. Жуынып шайынып асханаға барды. Шай қойып ішті. Тоңазытқыштан алып бірдеңе жеген болды. Басына тағы да біраз ойлар келіп кетті. Үйленген алғашқы сәтте Аймысын алып ұшып тұрған елгезек қыз еді. Таңертең оянып алып, олар аймаласып біраз жататын. Түнгі махаббат ойынын тағы да жалғастыратын. Әзер дегенде орнынан тұрып жылы суға шайынып, ертеңгі тамағын ішетін. Әндете жүріп Аймысын неше түрлі ботқа пісіретін. Шешесінен үйренгені бір жыл өтер-өтпестен бәрі қалды. Ботқасы да басқасы да биыл міне 4-ші жылға айналып барады. Екеуі екі үйдің адамдары сияқты. Кеше ғана олар біраз жанжалдасты. Күн жексенбі еді. Көшкінбай әдеттегідей сағат 7-де оянып алып біраз жатты. Сағат 8 болды, одан 9 болды. Ақыры орнынан тұрып жуынып алды да сыртқа шықты. 1-2 сағат сандалып жүріп қайтып келсе, Аймысын әлі ұйықтап жатыр. Не істерін білмей үстел үстіндегі ұйқы ашар сағатты шырылдатты. Әйелі сонда ғана оянып оған алара қарады. Немені енді демалыс күнінде ұйықтатпайын дедің бе? Ал сенің жұмыс күнің бар ма еді өзі? Солай ма? Мені жұмыс істемейді деп тиісейін дедің бе? Жатып ішер масыл дейтін шығарсың. Маған дені сау, жұмыс тауып берсең, қашан істемеймін деп едім. Аймысын әбден жынданып барып әзер тоқтады. Бір-біріне айтпағандар қалмады. Бәріне Көшкінбайды кінәлі қылып шықты. Аймысының жұмыс істемейтініне де, бала таппайтынына да, бәріне, тіпті үкіметтен 2-ақ бөлмелі үй алғанына да сонда дейсіз ғой. Сопайған екеуі ғана қанша бөлмелі пәтер беру керек еді. Басын біраз қараңғы ойлар қамаған Көшкінбай апталық жол сапарға дейіп, өзі дайындаған сөмкесін көтеріп, мекемесіне келді. Куәлікке қол қойдыруға бастыққа кірді. Әділ Төлебекович бұнымен қол алысып амандасты да отыр дегенде ишара жасады. Сәл жөткірініп, бурыл шашын саусақтарымен тарақтап, ойда жоқта салмақты әңгіме бастады. Көшкінбай шырақ, сенің сапарың белгісіз мерзімге шегерілетін болды. Жаңа ғана министрдің орынбасары қоңырау шалды. Ташкентте түсініксіз жағдайлар болып жатыр екен. Қайдағы бір террористер қаланың ортасында, үкімет үйі жанында бомба жарған ба не керек? Ел шекарасы тарс жабылып, ешкімді кіргізбей жатқан көрінеді. Кешеден бері бірде-бір самолет қабылданбаған. Көшкінбайдың есіне түндегі көрген түсі сап ете қалды. Осыған көрінген екен ғой деп ойлады. Бірақ оның алдында басқа бір пәлекет тұрғанын әрине білген жоқ. Сен енді айналайын шырағым, алаңдамай, өз жұмысыңды жасай бер. Жағдай тынышталған соң барып қайтарсың деді. Қартаң тартқан бастық әдеттегіше қарағым шырағым деп бастырмалатып. Бұған Көшкінбай не дей қойсын? Жол сөмкесін тастап, жұмысқа керекті қағаздарын алуға үйге келді.
Қалтасындағы кілттен сыртқы есікті ашып ішке кірген сол-ақ екен, жатын бөлмеден ыңырсыған дауыс естіді. Өз әйелінің дауысы. Ауырып қалды ма екен деген ой келді. Дереу аяқ киімін шешіп, сырт киімін шкафқа ілді. Мәссаған безгелдек. Аяқ астында біреудің келепондай бәтеңкесі жатыр, ал шкафта түріктің қымбат бағалы курткасы мен аэродром деп аталатын кепка ілулі тұр. Көшкінбайдың жүрегі су ете қалды. Аяғын ептеп басып жатын бөлмеге жақындады. Баяғы ыңырсу одан сайын күшейген. Оған еркектің ырсылы қосылды. Ақыры бір мезет екеуден сөз қалды да, одан әрі шөпілдесіп сүйісе бастады. Бәрі түсінікті болды. Бұл үйінен шыға салысымен әйелі көңілдесін шақырып алған. Көшкінбайдың қаны басына шапты. Енді еш нәрсе есеп беретіндей халде емес еді. Бөлменің есігін жұлқа тартып кіріп барды. Ана екеуі тырдай жалаңаш кең төсектің екі шетінде шалқасынан жатыр. Аймүсін жалмажан шыңғырып жіберіп, аяқ жақта сырылып қалған көрпені жамыла қойды. Ал анаусы қарғып тұрып, іш киімін кимек боп еңкейе берген. Көшкінбай екі-үш аттап қасына жетіп барды да, құлақ шешесінен періп кеп жіберді. Әп-сәтте бойын тіктей бергенде кеудесінен ышқына тағы ұрды. Анау шалқалап барып трюмоға құлады. Адам бойындай айнаның быт-шыты шықты. Өзінен өзі келген еңгезерде еркек енді Көшкінбайға тұра ұмтылды. Мұрнынан бұрқ ете қалған қанға қарамай, мұны өршелене соққылады. Көшкінбайдың аяғы тәлтіректей түсіп шалқасынан құлады. Басы есіктің қырына оңбай тибесінен танып қалды. Еңгезердей жігіт жақындап келіп, орысшалап бұқтап екі бұтының арасынан бір-екі рет оңдырмай тепті де, киініп алып шығып кетті. Осыдан кейін қанша уақыт өткені белгісіз, Көшкінбай әрең дегенде есін жиды. Көзін ашпай тыңдаса, Аймұсын мұның басына тізесін қойып алып, сипалап, жылап отыр. Ара-арасында кешір мені, кешірші жаным деп қояды. Әйелінің иттің етінен жек көріп кетті ол. Басын сипаған қолында, төбесінен тамған көз жасында. Жайлап көзін ашып орнынан тұрды да, үсті басын түзеп, дәретханаға кіріп беті қолын жуды. Соңынан қалмай өлердегі сөзін айтып, аузы тынбаған әйелін көкірегінен итеріп жіберді де сыртқа шықты. Көз алды бұлдырап, басы мың-дің болып тұр екен. Есік алдында сәкіде біраз отырды. Орнынан тұрып басы ауған жаққа қарай жүріп кетті. Ойынан үйдегі болған масқара жағдай шығар емес. Анау еркекке түсінікті ұрғашы керек. Мүмкін қайда жұмсарын білмей жүрген ақшасы көп шығар. Ал Аймүсінге не жорық. Үй басында, байы қасында, бұты құрғап жүрген жоқ. Ойы оңға, санасы санға бөлінді. Мен қай жерден қателік жібердім. Ұрып соққаным жоқ. Көлденең жүріс жасамадым. Тапқан ақшамды алақанына салдым. Қайда жұмсадың деп тексергенім жоқ. Баратын жеріне барды, келетін жеріне келді. Жұмыс істе деп қинамадым. Мүмкін осының да бәрі қателік болды ма? Көшкінбай сандалып ұзақ жүрді. Шөлдеп кеткен екен. Жан жағынан алақтай қарап, анандай жердегі дүкенге бұрылып, екі бөтелке сыра сатып алып, тығынын ашып, қайта-қайта сімірді. Енді байқады. Қарны да ашқан екен. Тағы біраз жүріп кездескен кафеден бір порция котлет алып, 200 грамм арақ ішті. Сыртқа шыққанда байқады, түс қайтып кетіпті. Қала шетіндегі жатаған үйлердің арасында жүр екен. Екі тізесі дірілдеп, оңбай шаршап қалыпты. Шарбақтың сыртына орнатылған сәкіні көріп отыра кетті. Ойына енді бала кезінде қайтыс болып кеткен әке шешесі түсті. Егер солар аман есен болып бұлармен бірге тұрғанда, мұндай нәрсе болмас па еді. Қанша дегенмен келініне бас көз болып, ақылын айтар еді ғой. Жүрегі езіліп, тамағына тас болып тұрып қалғандай болды. Еріксіз көзінен жас парлады. Бір өкініш өзегін өртеді. Өлердей қорқады. Қайдағы біреу мұны аяғымен таптап, соңынан барып боққа батырып кеткендей сезінді. Соның бәрі Аймүсіннен болды. Неге бағана жеке қалғанда қылғындырып өлтіре салмадым? Кенет қасындағы үйдің дарбаза есігі сықырлап ашылып, басына ақ қалпақ киген қағылеш шал бұған жақындады. Көшкінбай орнынан қарғып тұрып қарияның қолын алды. Қайдан жүрген баласың, не іздеп жүрсің деп тіл қатты шал оның бетіне бажайлай қарап. Иә, мен пәтер іздеп жүрмін. Ойда жоқта бұлай дегеніне өзі таңғалды. Қандай пәтер, қанша бөлмелі? Қандай болса да мейлі, тұруға жараса болды. Бала шағаң бар ма? Жоқ, мен бір өзім. Бізде премиянка бар, 2 бөлмелі, ішінде су, светі, газы бар. Тек пешін жөндеу керек, жүр көріп ал. Қария оны аулаға ертіп келді. 2 бөлмеден тұратын жертөленің есігін ашып, жарығын жағып, кіреберістегі раковинадағы суды ағызып көрсетті. Көшкінбай шалдың айтқан пәтер ақысымен бірден келісіп, кілтін алып қалды. Төргі бөлмедегі темір кереуеттің үстіндегі матрасқа шешінбей жата кетті. Әбден шаршап сілесі қатқан екен, бірден ұйқыға шомды.
Көшкінбай үйден шығып кеткен соң Аймысын күйеуімен бір мекемеде істейтін ең жақын құрбысы Зүлфия мен мамасын шақырып алып, көз жасын көл қолғап, болған жағдайды түгел айтып берді. Енді не істеймін деп еңіреді. Көшкін мені тастап кетеді. Құдай ақы бұрылып та қарамайды. Мына пәтерден де қуып жібереді. Өйткені бұл служебный квартира. Ойбай-ай, Құдай-ай, қайда барам? Тоқтат деп айғай салды мамасы. Байы кеткен қатын жалғыз сен болсаң да. Мынауың кетсе бүгін бірге болған анауың бар емес пе? Кім еді әлгінің аты? Оның аты Махмұт қой, ол маған тіріде үйленбейді. Үйленбесе үйлендіреміз. Мен бүгін барып поликлиникадан сенің ішіңде 3 айлық бала бар деп анықтама алып бере аламын. Міне табылған ақыл деп сөзге араласты Зүлфия. Алдымен анықтаманы Көшкінге көрсету керек. Егер ол көнбесе Махмұтқа барасың. Ойбай-ау, сонан соң 6 ай өткенде жоқ, баланы қалай туып беремін? Оның түк қиындығы жоқ. Көшкінді қайтара алсаң, тіпті болмаса Махмұтқа тиіп алсаң, 1-2 ай өтпей-ақ выкидыш болды дей саласың. Мұны айтып тұрған мамасы. Еркек бейшара қайда кетер дейсің? Бүгін кешке дейін, ары кетсе ертең-ақ Көшкінбайың қайта келеді, көрде тұр. Егер ертең келмесе, арғы күні мен айтқанымды істеймін. Әңгімені осымен аяқтап, мамасы мен Зүлфия қайтып кетті. Сол кеткеннен бүгін де ертең де Көшкінбай қарасын көрсетпеді. Тек 3-ші күні ғана таксиге мініп келіп, киім-кешегін, қағаздар мен құжаттарын 1-2 көрпе жастық алып қарасын батырды. Аймысынмен сөйлеспек түгілі көзінің қиығында салған жоқ. 5-6 күн өткен соң Аймысынның мамасының тапсырмасымен Зүлфия Көшкінбаймен сөйлесті. Ақылға келтіріп, адамгершілікке шақырған сөзіне илікпеген соң анықтаманың кісірі көпесін көрсетті. Ондай ақымақтарың мен емес деп шорт кесті Көшкінбай. Анықтамаларыңданы көңілдесіне көрсетіңдер. Ал менен аулақ жүріңдер. Амалы қалмаған Аймысын қайта-қайта звондап жүріп Махмұтты тауып алды. Сенен 2 қабат болып қалдым деп анықтаманы көрсетті. Ты форменная дура, деді ол. Сақтанбайсың ба? Жұртқа ұқсап. Туғын келмесе алдырып таста. Маған да бала керек емес. Енді сен де керек емессің. Махмұт орнынан тұрып есікті тарс жапты. Әлден соң қайтадан кірді де $100 2 купюраны стөл үстіне лақтырып тастап қайта шығып кетті. Аймысын селсоқ күйіне түсіп отырып қалды. Ертеңіне жұмыстан кейін Зүлфия келді, бірақ қос құрбының әңгімесі жараспады. Әшейінде екеуі жылы жұмсақталдарын алып француз шампансыздықта ішіп, сықылықтап күліп көңіл көтеретін. Бұл жолы оның бірде болмады. Аймысының көңіл күй болмай, көзі шүңіректеніп, құрбысының әрбір сөзін жақтырмады. Сенің Махмұттан басқа да 1-2 жігітің бар еді ғой, соларды айналдырып көрсең қайтеді деп қалды Зүлфия. Ой, Зүлия, стерваты. Бәрі сенің тауып бергенің ғой, одни сволочи и крахоборы. Біреуі де Көшкіннің тырнағына тұрмайтын еді. Күйінген келіншек қыстығып жылап жіберді. Пәтердің егесі 70-ті алқымдаған қария өте әңгімешіл адам болып шықты. Күні бойы әңгіме дүкен құратын адам таппай жұмыстан оралған Көшкінбайды күтіп отырады. Сорлан қоярда қоймай үйіне шақырып тамағын беріп, шайын ішкізіп бәйек болады. Өзім бір жігерлі бала екенсің. Әрбір қазақ менің жалғызым деген екен. Өмірден өтіп кеткен бір данышпан ағамыз. Сол айтқандай сенің бізге жаттығың жоқ. Азанғы шайыңды түскі обедіңді өзің білерсің. Ал кешкі асты біздің үйден ішіп жүре бер. Сен үшін әдейі қазан көтермейміз. Жақында ауылдан кемпірімді келіп қалар. Сені көріп ол да қуанып қалатын болды. Айналамыздың бәрі орыс. Бір кезде бұл жер орыс колхозы болған көрінеді. Айтпақшы, менің атым колхозбек, жай ғана Қалеке десең жетіп жатыр. Жоқ, мен сізді Көке деп атаймын. Мейлі Көке десең дей бер. Өзіңнің әке шешең бар шығар. Жас шамасы менен қандай? Айтпақшы, қай туған боласың? Әке шешем мен ес білер білместе қайтыс болып кеткен. Содан нағашыларымның қолында өстім. Мен үйленген соң олар да өмірден өтті. Нағашы атам, сен арғынсың дейтін. Ал келін қайдан? Ажырасып кеттік, деді Көшкінбай қуыстанып. Мені ұнатпады. Колхозбек қария біраз үнсіз қалды. Сәлден соң барып, Көшкінбай, айналайын, сен ренжіме. Адам шал болғаннан кейін мыжымалау болып кетеді екен. Оны мұны сұрай береді. Егер зәуімде сұрағым жақпай қалса, жауап бермей-ақ қоя сал. Ал мен өз атымды айттым, руым Найман. Осы қаладан 30 шақырым жердегі Микаен колхозында туып өскенбіз. Құдайдың берген 2 бала, бір қызын ұстап қалдық. Басқасы жас кезінде шетінеп кетті. Балалар ауылда тұрады, үйлі баранда жағдайлары жаман емес. Осы мезетте үстел үстіндегі қалған тамақты да саяқты көтеріп, ас үйге шығып кеткен қызына естірмейін деп, даусын бәсеңдетіп, сөзін жалғастырды. Балаларымның жағдайы жаман емес дедім ғой, тек осы Марияшымның жолы қиын болып шықты. Бір қуаяққа жолығып ол пәле бұрын үйленген екен, ажырамапты да, оның үстіне жұмысқа жоқ, ішкілікке жақын болып, қызымды кеш болса көк ала қойдай
етіп сабап не керек әзір дегенде ажыратып алып отырмыз. Өзіміз бас көз болмасақ әлі де ішіп алып жанжал шығарып күн көрсетпекші емес. Мынау жүрген 3 жасар Айжан әбден әкесінен зәрезеп болған. Түн баласына қайта шошып оянады. Одан әрі әңгіме қазіргі жастар, отбасы, ошақ қасы, адамдардың бір-бірімен сыйластығы, тіпті өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын қазіргі жай күйі тағы басқа туралы болып жалғаса берді. Күнде осы. Көшкінбай көтеріп келген газет журналдарды оқып, телевизор көріп, там-тымдап шахмат ойнап, әкелі балалдай жақындасып кетті. Әне-міне келеді деген кемпір келе қоймай, колхозбек шал дегбірсізденіп, қызы мен немересін Көшкінбайға аманаттап, ауылына жөнеп-ақ кеткені. Ақсақалдың ауылға кеткенін күтіп тұрғандай, жүгенсіз күйеу бала келіп ойран салды. Көшкінбайдың жұмыстан шығып жол жөнекей кішкентай Айжанды балабақшадан алып, дарбазадан кіргені сол еді. Үйден айғай-шу болып жатқан үстінен түсті. Артыншақ іште Марияштың жан даусы шықты. Үйге жүгіріп кірген Көшкінбай қуыршақтай келіншекті бұрышқа тіреп, жүресің менімен әйтпесе өлтіремін деп қалғындырып жатқан еркекті көрді. Айшайға қарамай әлгін иығынан тартып қалды да есікке қарай итеріп кеп жібергені анау тәлтіректеп барып шалқасынан түсті. Удай мас екен. Сен кімсің біздің арамызға түсетін деді анау екі көзі қанталап. Мен Марияштың күйеуімін деді бұл ойланып жатпастан. Енді орнынан тұрды қараңды батыр. Әйтпесе қылдай кеңірегіңді суырып аламын. Айтқан сөздерін дәлелдегісі келгенде көз жасы мөлтілдеп бұрышта дірілдеп тұрған Марияшты құшақтай алып бетінен сүйді. Қалтасынан орамалын алып, келіншектің көз жасын сүртті. Содан кейін жудырған түйіп әлі де шалжиып жатқан еркекке жақындады. Құры дедім ғой мен саған, бұл үйдің жолын есіңнен шығармалғын. Еркек апыл-ғұпыл орнынан тұрып сыртқа шыға жөнелді. Көшкінбай енді байқады. Кішкентай Айжан әлі де үрпиіп есік алдында тұр екен. Қолынан жетектеп әкеліп сырт киімдерін шешіп анасына ұстатты. Марияш әзер дегенде солығын басты. Қатты қорқып қалыпты. Сұп-сұрық болған бетіне аздап қан жүгірді. Қызын құшақтаған күйі ұзақ отырды. Содан кейін барып жайғана үнемі өстеді. Араққа тойып жыны қозған кезде бізге келеді. Сіздің келіп қалғаныңыз қандай жақсы болды. Әйтпесе не боларын Құдайдың өзі білсін. Күндегідей үшеуі отырып кешкі ас ішті. Колхозбек көкенің жоқтығы білініп тұрды. Марияш екеуі бір-екі рет қана тіл қатысты. Қайта Көшкінбай Айжанмен көбірек сөйлесті. Қолына қағаз, қалам беріп сурет салуға үйреткен болды. Ақыры орнынан тұрып пәтеріне кетпекші болғанда Марияш қинала сөйлеп, аға, сіз осында қонсаңыз қайтеді әкемнің бөлмесіне. Әлгі жауыз айналшықтап жүр, сіз кеткен соң тағы да кіріп келуі мүмкін деді. Көшкінбай амал жоқ осында қонып қалды. Ертеңіне де арғы күні де бір түрлі өзін үйлі баранды адамдай сезінді. Күн сайын таңертең Айжанды бақшасына апарады, жұмыстан соң қайтадан әкеледі. Үйге келгенде Марияш жымиып қарсы алады. Үстел үстінде ыстық тамағын әкеліп, шайын беріп бәйек болады. Кір жуулы, киімі түктеулі. Әңгімелер де жарасып қалды. Тек қана төсектері екі бөлек салынады. Колхозбек қария суықтап тымауратып қалған кемпірін ауылда қалдырып бір аптадан соң асығып үсігіп қайтып келді. Махмуд Айжмысынмен болған соңғы кездесуден кейін қатты ойланып қалды. Мен бұл жәлеппен бекер байланыстым. Түкке пайдасы жоқ. Әне бір ақымақ байы босқа намыстанып соңымнан қалмауы мүмкін. Тауып алса сотқа беріп немесе біреулерді жұмсап пәлеге бастаса не істеймін? Срочно жоғалуым керек. 3-4 күн өткенде оған Альмира звондап қалды. Шала ауруханаға түсіпті. Үйінде бір өзі ғана екен. Махмуд машинасына отырды, лезде жетіп барды. Есіктен кірген сол-ақ екен, айысқан жас келіншек мойнына асылды. Біраз аймаласып сүйісіп тұрып қалды. Сонан соң ғана сыртқы киімдерін шешіп, беті қолын жуып қонақ бөлмесіне өтті. Альмира мұның келуін арнаулы дайындалыпты. Мұздатылған қазғарта, тауық еті, қызыл уылдырық, қымбат балық, француз коньягі, виски, жемістің түр-түрі бәрі самсаптыр. Олар оны мұны деп аздап шұқып жеп, бір-екі рюмка коньяк ішті. Тағы да ыстық сүйіс басталды. Ақыры шыдамай Махмуд келіншекті қаңбақтай көтеріп алды да төргі бөлмеге апарды. Екеуі жанталасып бір-бірінің киімдерін шешіп, қатар тұрған мамық креслоларға лақтырып тастады да төсекке жата кетті. Бір уыс қана келіншек еркектің құшағын сағынып-ақ қалған екен, бір өліп бір тірілді. Альмира Махмудтың көп көңілдесінің бірі. Күйеуі өзінен 30 жас үлкен, өте бай адам. Бірнеше мейрамхана, кафелері бар. Апта сайын солардан ақша жинап келеді. Бір жаман жері жас қатыннан қатты қызғанады. Қасынан бір-екі елі тастамайды. Азық-түлігін басқа да керек жарағын қызметшісі алып келеді. Киім-кешегін иіс майына дейін ертіп жүріп өзі алып береді. Бүгін енді амал жоқ, ауруханада көзі бозарып жатқан болар. Альмира деді кетерінде Махмуд.
маған ақша керек. Өзің білесің, мен біраздан бері жұмыс істемей жүрмін. Сосын машина барахлит, новую надо купить. Да денег нет. Қанша керек? 10, хотя бы 10 тысяч баксов, конечно. Оны қайдан аламын деп Альмира шыр ете қалды. Қайдан алушы едің? Конечно, шалдың есебінен. Әйтпесе мына суреттерді көрсетіп, өзім сұрап аламын. Қалтасынан шығарып бір пачка суреттерді төсек үстіне шашып жіберді. Ой, Махмуд, какой позор, біздің жатқанымызды кім түсіріп алған? Скрытая камера. Ты включил? Ты что за человек? Это не по-мужски. Альмира шашылған суреттерді жинап алып шыртып тастады. Шыртып әуре болма, керек болса тағы шығарамын. Махмуд киініп алып сыртқа шығуға беттеді. Ой, Махмуд, не спеши деп Альмира сөмкесінен $1000 алып берді. Ладно, будем считать, что это первый взнос. Махмуд сыртқа шығып машинасына отырды да үйіне келді. Жалдамалы пәтерінің егесін шақырып алып ақшасын төлеп кілтін берді. 2 сөмкеге тыңқитып салған киім кешегін багажнигіне салып, Алматы қайдасың деп тайып отырды. Жұмыс аяғына таман Көшкінбайды бастық шақырып алды. Көшкінбай, шырақ, сен өзін естеп жүрсің деді ашу шақырғандай болып. Сүйіп қосылған әйелін тастап, үйіңнен безіп. Кім айтты деді Көшкінбай жұлып алғандай. Кім айтушы еді? Әлгінде енең келіп кетті, саған қатты өкпелеп отыр. Жап-жақсы тұрып жатыр еді, аяқ астынан бұзылды дейді. Келіншек 2 қабат екен, ішінде 3 айлық бала бар көрінеді. Әділ Төлебекевич түсі бұзылып сөйлеп отыр. Үйден кетіп қалғаным рас, бірақ әйелімнің жүкті екені өтірік. Рас болған күннің өзінде ол бала менен емес. Әй, сен не деп отырсың? Енеңнің қолында дәрігердің анықтамасы бар. Ал әйелімнің көңілдесімен жатқанның үстінен түскенім туралы айтпады ма? Жоқ, бұл өзі анық па, қашан болып еді? Өткенде Ташкентке іссапарға бара алмай қалған күні, жол сөмкемді үйге апарып тастап, қағаздарымды алып шығайын деп барсам, түсінікті, онда дұрыс кетіп қалғаның. Әлгі енең де зыпылдап қалған екен, бір көргеннен жақпады маған. Мақұл, бара ғой, тек тағы бір пәлеге ұрынып қалып жүрмей айналайын. Көшкінбай жұмыстан шыға салып, Айжанның балабақшасына қарай тартты. Көз алдына құлдыраңдап жүгіріп кеп мойнына асылатын кішкене қыз келе қалды. Зымырап 3 жыл өтті. Көшкінбайдың өмірі әзер дегенде бір қалыпқа түсті. Аймұсынның шешесі мен Жалбике құрбысы Зүлфия Көшкінбайдың үстінен арызды қарша боратып қорқыты бүркітті. Мың болғыр Әділ Төлебекевич қолдан келген жәрдем етіп қорғап қалды. Көшкінбайдың еш нәрсе шығара алмаған шешесі Аймұсын да ауыл жақтағы бір бақуатты кісіге ұзатып жіберді. Қатын өліп жесір бойда жүрген адам екен, қалаға қарай қашып, қалтың-сылтың мінез көрсеткен Аймұсынды күнде қамшының астына алып жуасытқан көрінеді. Ұзын құлақтың айтуына қарағанда жақында ғана егіз қыз туыпты. Көшкінбай да осыдан біраз бұрын Мәрияммен некелесті. Бір-бірін ұнатқан олар былтыр-ақ үйленіп қояр еді. Аймұсынның әбігері бұлардың жүйкесіне жылдап тиген екен, соған алаңдап біраз жүріп қалды. Колхозбек көке кемпірін алып ауылға енші басты ұлына кетті. Көшкінбай Марияш екеуі екі жақтап осында тұра беріңіздер деп қиыла сұраған еді, бір бетке шал көнбей қойды. Аймұсынның көңілдесі Махмуд Альмираны жағалап, одан қайта-қайта ақша талап ете беріп, ақыры соққыға жығылып, бірнеше қабырғасы жағы сынып, миы шайқалып, мүгедек болып қалды. Ал Зүлфия естуімізше бір негрге еріп, шетел асып кетті. Кетсе керуен ұрсын дедік те қойды.